Сәлем досым, компьютер сатып алғың келіп дүкенге кірдің. Бірақ сені ондағы техникалық терминдер, модель нөмірлері, әртүрлі процессорлар мен сипаттамалар шатастырып жіберді ме? Ал мынадай жағдай болды ма? Бір компьютерді қымбатқа алып, кейін маған артық болып кетіпті деп өкіндіңіз бе? Немесе арзанын алып, мұндай баяу компьютер кімге керек деп ойладыңыз ба? Бұл курс дәл осы мәселелерді шешу үшін жасалды. Біз сізге компьютердің қалай жұмыс істейтінін, оны қалай дұрыс таңдауға болатынын, сатып аларда не нәрсеге мән беру керек екенін қарапайым тілмен нақты әрі түсінікті етіп түсіндіреміз. Бұл курс арқылы сіз мыналарды үйренесіз. Компьютердің ішкі құрылысын түсінесіз. Қандай құрылғы сізге керек екенін нақты білесіз. Компьютер дүкеніне маманша кіріп, сенімді таңдау жасай аласыз. Жылдам, ұзаққа жарайтын құрылғыны қалай таңдау керегін меңгересіз. Асықпаңыз, бұл курс сізге тек тиімді компьютер таңдауды ғана үйретпейді. Компьютерлердің пайда болу тарихымен, оның қалай жұмыс істейтінімен және ішкі құрылымдарының нақты қызметтерімен танысасыз. Сабақ барысында сізге таныс монитор экранында болып жатқан процесстердің нақты артында не жатқанын түсіне бастайсыз. Компьютердің ішіндегі мәлімет қайдан келді, ол қайда өңделеді, нәтиже қалай сізге жетеді, бәрі түсінікті болады. Сондықтан бұл курс тек құрылғы таңдау емес, ол сіздің компьютерге деген көзқарасыңызды өзгертеді. Бұған дейін шашыраңқы болған біліміңіз бір жүйеге түсіп, кейін үйренетін барлық жаңа дүниелерге берік іргетас қаланады. Курс мүлде күрделі емес. Біз бәрін мысалдармен, кестелермен және практикалық жаттығулармен түсіндіреміз. Ал ең соңында сіз нақты өзіңізге сай компьютерді таңдап шыға аласыз. Жалпы курс уақыты 1,5 сағаттан асады. Курсымыздың алғашқы сабағын бастамас бұрын кофеңізді демдеп, арнайы курс күнделігін жазу үшін қағаз қалам дайындап алыңыз. Әр сабақтың соңында үйренгеніңізді жазып отыру үйренудің ең жақсы тәжірибесі. Олай болса кеттік. Компьютер әлемін толық түсінікті және жүйелі түрде бірге зерттейміз.